Алматыда Қазақстан Халқы Ассамблея жылына арналған ұлттар жарастығы ұлы қазына атты мерекелік шара өтті. Ұлттық кітапханада Нұр Отан партиясы қалалық филиалының этномәдени орталықтардың өкілдері мен студенттер бас қосты. Ассамблеяның сарапшылары Қазақстандағы этносаралық келісім моделін таныстырып, мәдени орталықтардың шығармашылық ұжымдары концерт берді. Сонымен қатар бірнеше көрме ұйымдастырылды. Этно бірлестіктер көпшілік қауымға дәстүрлі қолөнері мен ұлттық киім үлгілерін ұсынды. Арнайы ашылған кітап көрмесіне Қазақстан тарихына арналған зерттеулердің бір бөлігі ғана қойылды. Ұлттық кітапханада Қазақстан Халқы Ассамблеясының депозитарийі табысты жұмыс істеп келеді. Еліміздің аумағында тұрып жатқан түрлі ұлыстардың тарихы мен қазіргі өмірін, олардың дәстүрі мен өнерлерінің дамуын бейнелейтін депозитарийге жинақталған деректі және көркем әдебиеттер де экспозицияға шығарылды. Интернеттің кең таралғанына қарамастан күніне ең кемі 500 оқырман келеді дейді кітапхананың қызметкерлері. Біздің Қазақстанның осындай үлкен жетістікке жетуінің ең басты тұғыры, ең басты негізі бұл халықтардың арасындағы ынтымақ, береке, достық. Сондықтан дағы бұл берекені біз мәңгілікке сақтауымыз керек. Жарасым жастар ұйымы басқа ұйымдармен бірігіп, осы жылдың аясында, осы жылдың ішінде көптеген іс-шаралар, оның ішінде білім саласындағы тілге құрмет, елге құрмет конкурста, оның ішінде қамқор деген осы біздің ардагерлерге көмек көрсету бір акциясы ұйымдастырумен өтеді. Бұл тек қана Жарасым жастар ұйымының акциясы емес, бұл бүкіл Қазақстанның жастарының бір акциясы болып табылады.